Сәлем оқушылар, қазір біз 10 сынып алгебра сабағын бастаймыз. Бүгін біз алгебра сабағынан 5 бөлім туынды бөліммен танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функцияның нүктедегі шегі, функцияның үзіліссіздігі. Осы сабақты оқу барысында сендер функцияның нүктедегі шегі, функцияның үзіліссіздігі мен үзіліс нүктелері, үзіліссіз функция және оның қасиеттерімен танысасыңдар. Функцияның шегін табу, оны үзіліссізге зерттеуге, есептер шығаруды үйренесіңдер. Математикалық анализде функционалды тәуелділік ұғымымен қатар маңызды ұғымдарға функцияның шегі ұғымы жатады. Осыған бірнеше мысалдар қарастырайық. Енді бірінші мысалға тоқталайық. Бірінші мысалда y тең f от x функциясының x нүктесі 2-ге ұмтылғандағы шегін анықтау керек екен. Ал енді осы есепті шешейік. Шешуі асында f от x тең 1 қосылған x квадрат, x 2-ге ұмтылғандағы шегін тап дейді, f от x функциясының. Ол үшін x тең 2 деп аламыз. X тең 2 болған кезде f от x функциясының шегін табу үшін x-тің орнына біз 2-ні қоямыз. 2 f от 2 тең 1 қосылған дейміз, x-ті жазбаймыз, x-тің орнына 2-ні жазамыз. 2-нің 2 дәрежесі тең деп аламыз. 1 қосылған 2-нің 2 дәрежесі бізде 4 болады, тең сонда 5 болады. Ал енді әсінде f от x-ымыз тең x қосылған 2 бөлінген x еді. x ұмтылғанда 2-ге ұмтылғандағы шегін табыңдар деген. Бұл жерде де дәл солай, мына 2 нүктесі мына функцияның анықталу облысына жатады. Мына жерде де сол 2 нүктесі берілген функцияның анықталу облысына жатады. Ондай болса біз 2-ні осы функциядағы x-тардың орнына қойып, функцияның шегін тауып қосыламыз. Мынада да дәл сондай x тең 2 болған кезде f от 2 тең, міне x-тарды жазбаймыз, x-ның орнына 2 жазамыз. 2 қосылған 2 бөлінген 2 тең, 2-2-ні қоссақ 4, 12-ге бөлсек 2 шығады. Сонда f от x функциямыз 2-ге ұмтылғанда, x 2-ге ұмтылғанда f от x функциямыз есе 2-ге ұмтылады екен. Сонымен x аргументі ұмтылатын сан f от x функциясының анықталу облысына тиісті болса, онда оның сол нүктедегі мәні функцияның шектік мәні болып табылады. Оны бізде қысқаша былай жазады. x нөлевой нүктесіне ұмтылса, онда f от x нөлевой функциясына ұмтылады. Енді екінші мысалға тоқтала кетейік. Екінші мысалда бізде f от x тең x квадрат минус 4 бөлінген x минус 2 функциясының x 2 нүктесіне ұмтылғандағы шектік мәнін табайық дейді. Ал енді осы екінші есепті шешейік. Бізде f от x функциясы f от x тең x квадрат минус 4 бөлінген x минус 2 функциясының x 2-ге ұмтылғандағы шегін тап дейді. Бізде x тең 2 нүктесі мына функцияның анықталу облысына жатпайды. Анықталу облысы дегеніміз мына функцияда бөлшектің бөлімінде x бар, я? Бұл функцияның анықталу облысын табу үшін бөлшектің бөлімінде біз не деп аламыз? 0-ге тең емес деп аламыз. Сонда x тең емес 2 болады. Сонда x 2-ге тең болмаған үшін мына функцияға біз 2-ні қоя алмаймыз. Ол үшін бұл функцияның шегін табу үшін, x 2-ге ұмтылғандағы шегін табу үшін алдымен мына берілген функцияны түрлендіріп аламыз. f от x тең дейміз, x квадрат минус 4, x минус 2 тең. x квадрат минус 4-ті қысқаша көбейту формуласын пайдаланып, x минус 2, x плюс 2 деп екі жақшаға жіктеп аламыз. Бөлінген x минус 2 өз тұра береді. Сонда x минус 2 мен x минус 2 қысқаратта бізде x қосылған 2 қалады. Енді осыдағы x-тің орнына 2-ні апарып қоямыз. Сонда f от 2 тең дейміз, мына түрлендірген функцияға апарып қоямыз. 2 қосылған 2 тең 4 болады. Сонда x-ымыз 2-ге ұмтылғанда функциямыз 4-ге ұмтылады екен. Егер f от x функциясы x нөлевой нүктесінде анықталған және x нөлевой нүктесіне ұмтылғанда функцияның шектік мәні x нөлевой нүктесіндегі мәніне тең болса, онда функция x нөлевой нүктесінде үзіліссіз функция деп аталады. Үзіліссіз функцияның анықтамасынан шығатын 3 жағдайға тоқталайық. Бірінші жағдай f от x функциясының x нөлевой нүктесінде анықталған болады. Екіншісі x нөлевой нүктесінде функцияның шегі болуы керек.
Үшінші, функцияның шектік мәні x нолевой нүктесіндегі мәніне тең. Яғни x нолевой нүктесіне ұмтылғанда f от x функциясы f от x нолевой функциясына ұмтылады екен. Егер осы шарттардың біреуі орындалмаса, онда f от x функциясы x нолевой нүктесінде үзілісті болады. Бұл жағдайда x нолевой нүктесінде функцияның үзіліс нүктесі деп аталады. Енді осыған бірнеше мысалдар қарастыра кетейік. Мына үшінші мысалға қарайық. Үшінші мысалда f от x тең 1 бөлінген x функциясын үзіліске зерттейік. Енді қараңдар, осы мысал шешейік. f от x тең 1 бөлінген x. Бұл функциямыз бізде кері пропорционалдық тәуелділік. Бізде бұндай функцияда бізде бізде ешқашан мындай санды нөлге бөлуге болмайды. Санды нөлге бөлген кезде бұл анықталмағандық, бұның мағынасы жоқ. Сол үшін мына бөлшектің бөліміндегі x-ті нөлге тең емес деп аламыз. Сонда мына берілген функциямыз нөлден басқа барлық сандарды қамтиды. Сонда бұның анықталу облысы нөлден минус шексізден нөлге дейін, нөлден плюс шексізге дейін. Енді қарандар, сонда бұл бізде нөлден басқа барлық сандарды қамтыған үшін бізде бұл нөл болған кезде мына функцияның мәні болмайды. Сонда бұл нөл нүктесінде үзіліп қалады. X тең нөл болғанда функция үзіледі. Яғни бұл функция бізде үзілісті функция деп айтылады. Мына графигін сіз көрсетейін. Қарандар. Бізде мына жерде x-тің орнына 2-ден 1-ді қоямыз. 2-ден 1-ді қоямыз. 1-ді 2-ден 1-ге бөлсек, бізде 2 шығады. 2. Ал 1-ді қойсақ, 1-ді 1-ге бөлсек, бізде 1 шығады. 2-ні қойсақ, 1-ді 2-ге бөлетін болсақ, ол бізде 0,5 шығады. График кете береді. 4-ті қойсақ, 0,25 болады. Сөйтіп, мына функциямыздың графигі былай, мына жақтан кете береді. Мынау да былай қарап кете береді. Мына ой үгіргесіне ешқашан тиіп қалмайды. Жақындай береді. Енді минус 2-ден 1-ді қояйық. Минус 2-ден 1-ді қойсақ, 1-ді минус 2-ден 1-ге бөлсек, минус 2 болады. 1-ге минус 1-ге бөлсек, 1 болады. 1-ді минус 1-ге бөлсек, минус 1 шығады. Минус 2-ні қойсақ, минус 0,5 шығады. Минус 4 қойсақ, минус 0,25 шығады. Сонда бұның графигі былай шығады. Мына берілген функциямыздың графигі осылай шығады. Бұл мына функция y тең 1 бөлінген x функциясының графигі. Міне функциямыз мына 0 нүктесіне үзіліп тұр. 2 бөлек болып тұр. Яғни берілген функциямыз үзілісті функция. Енді төртінші мысалды қарайық. Төртінші мысалда f от x тең x қосылған 1. Егер x 0-ден үлкен немесе тең болғанда, x минус 1, егер x 0-ден кіші болғанда. Осы функцияның графигін салып, x тең 0 нүктесінде функцияның үзіліссіз болмайтынын анықтайық дейді. Енді осыны анықтап көрейік. Ал енді осы төртінші есептің шешуін көрсетейін. Бізде f от x тең x қосылған 1, егер x 0-ден үлкен емес тең болған кезде. x минус 1, егер x-ымыз 0-ден кіші болған жағдайда дейді. Бізде функциямыз екі жағдайда тұр. Сол үшін біріншісімен f от g от x функциясы x қосылған 1. x 0-ден үлкен немесе тең болған жағдайдағын. Сосын екінші фи от x минус 1, x 0-ден кіші болғандағы жағдайын қарастырдым. Қараңыздар, бұл жерде бірінші біз мына функцияны қарастырайық. Бұл кезде x-ымыз 0-ден үлкен немесе тең деген. Сол үшін 0-ге тең, сосын 0-ден үлкен мәндерді қойып, берілген функцияның мәнін таптым соған сәйкес. X-тің орнына бірінші қараңыздар. X-тің орнына 0 қойдым. 0-ді қойған кезде 0-ге 1-ді қоссақ, міне 1 шығады. g от x функциямыз 1-ге тең. 1-ді қойған кезде, 1-ді қойғанда 2 болады, міне. 2-ні қойған кезде 3 болады, міне. 3-ті қойғанда 4 болады, Енді біз міне соған сәйкес кесте құрып алдым. Енді екіншісінде де фи от x функциясының x 0-ден кіші болғанда 3 мәнін тауып көрдік. Тауып қарастырдық. X-ға минус 3, минус 2, минус 1 деген мәндерді қойдық. Минус 3-ті қойған кезде міне минус 3-ті қойсақ минус 3, минус 1 бізде минус 4 болады. Екеуі де минус болса бізде қосылып, алдына минус таңба қойылатын еді. Бізде минус 2-ні қойған кезде минус 3, минус 1-ді қойған кезде минус 2 болады. Ал енді осыларды координаталар жүйесіне сызамыз. Біріншісін сызамыз. X-ға 0 берген кезде y-іміз 1-ге тең. Мына нүкте. 1 қойған кезде 2 болды.
мына нүкте 2 қойған кезде 3 болады, 3 қойған кезде 4 болады, иә? Міне, бұлай кете береді график. Мына жерден басталып жатыр да, жоғары қарап өсіп жатыр. Ал енді екіншісін көрсетеміз. Минус 3 қойдық, иә? Минус 1-ді қояйық. Минус 1-ді қойған кезде минус 2. Міне, минус 1-ді қойғанда минус 2. Міне, бізде бұған 0-ді қоятын болсақ, 0-ді қоймаймыз. Себебі мына 0 нүктесінде мәні жоқ та бұның. Минус 1-ді қойған кезде минус 2 болды. Міне, мына нүкте болады. 0-ді қоятын болсаң, егерде мына жерге 0-ді қойсақ минус 1 болады ғой, бірақ бізде 0 деген мән қабылдамайды. 0-ден қатаң түрде кіші. Сол үшін мына 0 нүктесінде боямаймыз. Міне, минус 1-ді боямаймыз. Содан кіші барлық сандарды қамтиды. Минус 2-ні қойған кезде минус 3 болды. Міне, минус 2-ні қойсақ минус 3. Минус 3-ті қойған кезде минус 4. Міне, сонда міне 0 нүктесінен басталып, міне былай қарап кетіп жатыр. 0-ден кіші, мына боямаймыз, шеңбер қыламыз. Ал мына нүкте тең болған үшін бұны бояп қоямыз. Сонда қараңыздар, x 0-ге тең болған жағдайда, мына функция үзіліп тұр. Мына үзіліп тұр. Сонда бұл берілген функциямыз, мына графиктен де көруге болады, үзілісті функция. Тақырып түсінікті болды ма, оқушылар? Тақырып түсінікті болса, мына 12-де 1-ден бастап 12-де 4-ші есепке дейін өздерің шығарыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.